Қайырлы күн, қымбатты балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз 10-шы үстеу туралы сөйлейміз. Біз бүгінге шейін сөз табының бірнеше түрімен таныстық. Атап айтқанда, зат есіммен, сын есім, сан есім және олардың орнына жүретін есімдікпен таныстық. Естеріңізге салайын, олардың барлығының бірдей дара, күрделі, негізгі, туынды деген түрлері бар. Мағыналық жағынан әрқайсысының бірнеше өз алдына түрлері бар. Мысалға, соңғы кездегі өткен есімдіктің жіктеу, сілтеу деген, сан есімнің есептік сан есім, реттік сан есім деген түрлері бар. Сіздер ол туралы өткен сабақтарда оқыдыңыздар, түсіріп алдыңыздар, дәптерге жаздыңыздар деп есептеймін. Бүгінгі өтетініміз үстеу. Үстеу ол етістіктің қимылдың қалай орындалатынын білдіреді. Сондықтан ол қимылға қосымша мағына береді, үстеме мағына береді. Сондықтан да оның аты үстеу. Тұлғасына қарай дәл бұрынғы сөз таптары сияқты негізгі, туынды, құрамына қарай дара, күрделі, сосын өз алдына, мағынасына қарай өз алдына түрлері бар. Қазір тоқталамыз. Бірінші, негізгі үстеу дегеніміз ол түбірден тұратын үстеу. Ары қарай бөлуге келмейтін түбір тұлғадағы үстеулер, негізгі үстеулер. Қалай деген сұраққа жауап береді үстеулер. Қалайша деген сұрақтарға, қашан, неше, қашан, қалай, осы негізі осылай сұрақтарға жауап береді. Мысалы, әрең, әзер, әрі, бері, дәл, сәл, осы сөздердің барлығы қалай деген сұраққа жауап береді. Істің қалай орындалғанын білдіреді. Істің, тағы да қайталап айтам, бұл зат есімге қатысы жоқ. Үстеу негізінен етістікке қатысты сөз табы. Әрең қимылдады, әзер келді, әрі барды, бері келді, дел сал болды, сәл жымиды, сәл күлді. Міне осындай сөздер үстеудің негізгі түріне жатады. Себебі бұны ары қарай бөлшектеуге келмейді. Бұл кәдімгі түбір тұлғадағы үстеу. Туынды үстеу сол түбір тұлғадағы үстеуге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Ескіше, мұнша, жаяулап, осында түбір тұлғасы ескі, бол, мұнша дегенде, жаяулап дегенде түбірі жаяу. Оған жұрнақ жалғану арқылы туынды үстеу пайда болған. Екіншісі, құрамына қарай дара және күрделі үстеу. Дара үстеу дегеніміз ерте, кеш бір сөзден болады. Күрделі үстеу біріккен сөздерден біраз, біріккен сөздер, күрделі қос сөздер, тіркескен сөздер, бір талай, біраз, біріккен сөз, бір аз, біріккен сөз, анда-санда қос сөз, осылайша күрделі үстеу пайда болады. Яғни құрамына қарай олар дара және күрделі. Түсіндіңіздер ме? Қараңызшы, қайтадан айтам. Дара деген түбір тұлғадан болады, бірақ сөзден болады. Күрделі деген күрделі сөздерден, бір сөздерден, анда-санда деген ол қос сөзден, бір талай, біраз деген біріккен сөзден болып тұр. Аты сондықтан күрделі. Мағынасына қарай үстеудің өз алдына бірнеше түрі бар. 8 түрі. Мезгіл үстеу, іс-әрекеттің болған мезгілін білдіреді, қашан болды, сұрағы қашан, кеше, бүгін, ертең, таңертең, анда-санда. Мекен үстеу, қайда болғанын білдіреді, әрі, бері, жоғары, төмен, алға, артқа, ішке. Мөлшер үстеу, қаншама деген сұраққа жауап беріп, мөлшерін білдіреді. Сонша, соншама, онша, едәуір, бір-бірден. Сын бейне үстеу, әрең, әзер, қалай деген сұраққа жауап береді. Күшейту үстеу, қайсы бір нәрсені күшейтіп көрсетеді. Аса қиын, нағыз, ең, тым, айрықша, әбден. Мақсат үстеу, не мақсатпен деген сұраққа жауап береді. Әдейі, біле тұра, жорта, қасақана. Не мақсатпен айттың? Әдейі айттым. Не мақсатпен келдің? Айтпадың. Біле тұра айтпадым. Өйткені менің айтқым келмеді. Себеп салдары үстеу, әрекеттің себебін білдіреді. Бекерге, босқа, текке, амалсыздан. Бекерге не себепті? Бекерге, бос, не себепті? Босқа. Топтау үстеу, екеулеп, бір-бірлеп, аз-аздан бас-басына. Бұда қалай деген сұраққа жауап береді, бірақ қайсы бір істі екеулеп жасадық, бір-бірлеп істедім, аз-аздан алдым, бас-басына бердім, бас-басына балалардың бір-бір алмадан бердім. Қалай бердің? Бас-басына бердім, аз-аздан бердім, бір-бірлеп бердім. Олар қалай жұмыс істеді? Екеулеп жұмыс істеді. Бұның да сұрағы қалай.
түсіндіңіздер ме балалар? Сонымен істеу деген іс-әрекеттің қимылға, іс-әрекетке қимылға қосымша үстеме мағына беретін сөз табы үстеу. Ол көбінесе әрекетке байланысты берілген жасалатын сөз табы. Тұлғасына қарай негізгі туынды, құрамына қарай дара күрделі, мағынасына қарай нышан 8 топқа бөлінеді. Мезгіл, мекен, мөлшер, сын бейне, күшейту, мақсат, себеп, салдар, топтау. Қараңыздаршы, бұлардың өзінің атына қарай сұрақтары бар. Мезгіл үстеудің сұрағы қанша, мекен үстеудің сұрағы қайда, мөлшер үстеудің сұрағы қанша, сын бейне үстеудің сұрағы қалай, күшейту үстеудің сұрағы, оған сұрақ қойылмайды, ол күшейткіш мағына береді. Мақсат үстеудің сұрағы не мақсатпен, себеп салдар үстеудің сұрағы не себепті, топтау үстеулер әрекеттің топтап орындалғанын білдіреді. Балалар, суретке түсіріп алыңдар, еске сақтауға тырысыңдар, үйде қайталаңдар, жаттап алыңыздар, жаттап. Тапсырманы қарап көрейік. Бірінші тапсырма: тым, ең, кілең үстеулері мағына жағынан қай үстеудің тобына түріне жатады дейді. Тым, ең, кілең. Мекен үстеу ме, мезгіл үстеу ме, күшейткіш үстеу ме, мақсат үстеу ме, себеп салдар үстеу ме? Қараңызшы, тым, ең, кілем. Не істеп тұр? Әрине, күшейтіп тұр. Тым қызық, ең жақсы, кілең жайсаңдар жиналыпты. Яғни іске айтылған, өзінен кейінгі айтылған сөзге мейлі ол қай сөз табынан болсын. Мысалы, тым биік, тым қашық, тым жақсы сын есімге, ең жақсы сын есімге, кілең жастар зат есімге қосымша үстеме мағына беріп тұр. Сондықтан ол күшейткіш үстеу деп аталады. Дұрыс жазылған үстеуді табыңыз дейді. Мына үстеулердің қайсысы дұрыс жазылған? Қалай ойлайсыз? Мысалы, ендігі әрі дұрыс деп айта алмайсыз. Себебі бұл жерде ендігіден әрі бұл кіріккен сөз түгел жазылып тұрған жоқ. Биыл деген дұрыс жазылды деп айта алмайсыз. Мен идің орнына ұзақ и жазылуға керек. Жол жөнекей дегеннің арасына не қойылу керек? Әрине дефис сызықша қойылу керек. Ала жаздай дегенге сызықша мүлдем қойылмайды. Қойылмау керек, мынау дұрыс қойылмаған. Демек, дұрыс жазылған үстеу ол тасыр түсір. Қос сөзден, қос аралама, қос сөзден жасалған үстеу. Естеріңізде ме? Біз қос сөзді екіге бөлдік. Қайталама қос сөз, қос аралама қос сөз. Қайталама қос сөз бір сөздің қайталануына жасалатын. Қос аралама қос сөз екі түрлі сөздің қосарланып келуінен. Мынау тасыр және тұсыр деген екі сөздің қосарлануынан келді. Үстеу дегеніміз не дейді? Іс-әрекет қимылды білдіре ме? Іс-әрекет қимылға еліктеуді білдіре ме? Сапасын, көлемін білдіре ме? Себебін, мезгілін, мақсатын білдіре ме? Әлде сөз бен сөзді байланыстыра ма? Әрине, мана айттық қой біз мұны. Мезгілін, себебін, мақсатын. Мезгілін, себебін, мақсатын білдіреді қимылдың. Күрделі үстеуді көрсетейік. Осында қайсысы күрделі үстеу? Бүгін келдім, кеше, әрең, балаша, шекілей. Күрделі үстеу қайсысы? Күрделі үстеу біріккен сөзден болып тұрған мынау бүгін деген күрделі үстеу. Мыналар жұрнақ арқылы жасалып тұрған туынды үстеулер. Ал мына бүгін деген күрделі үстеу. Туынды үстеуді көрсетіңіз дейді. Жұрнақ арқылы жасалған үстеуді қараймыз. Әдейіде жұрнақ жоқ, ертеңде жұрнақ жоқ, әреңде жұрнақ жоқ, талайда жұрнақ жоқ, әрине жылдамырақта ғана. Жылдам, оған рақ деген жұрнақ қосылып тұр, туынды үстеу жасалып тұр. Мезгіл үстеуді көрсетіңіз, қашан деген сұраққа жауап беру керек. Бүрсігүні, ілгері, қаннен қаперсіз, қыруар, өте. Қайсы мезгілді білдіріп тұр? Қайсы, қашан деген сұраққа жауап беріп тұрған қай үстеу? Әрине бүрсігүні. Қашан аттанды? Бүрсігүні аттанды. Осы бүрсігүнінің өзі қандай үстеуге жатады? Дарама күрделі ме? Дарама күрделі ме? Әрине күрделі үстеу. Мына қараңыз, бүрсігүні, екі сөзден күні, бұрнағы күні, бұрын болған күні, осыдан бұрынғы күні, алдыңғы күні деген сөз. Мөлшер үстеудің сұрағын көрсетіңіз дейді. Бір нәрсенің мөлшерін қандай сұрақ арқылы анықтаймыз? Қашаннан деген мезгілін анықтайды, қайдан деген мекенін анықтайды, кімше деген ол сын бейне үстеу, қандай деген сынын анықтайды. Ал қаншама деген
ол мөлшерін анықтайды. Қаншама, соншама, осыншама. Келесі сөз табы шылаулар. Шылаулар тілімізде толық лексикалық мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Немесе сөзге қосымша мән үстеп тұратын көмекші сөздер. Шылаулардың бір ерекшелігі бар. Олар өз алдына ешқандай толық мағынасы болмайды, лексикалық. Сөйлем мүшесі болмайды. Сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады ғана. Байланыстырады. Шылау толық мағыналы сөздің жетегінде жүріп, оған қосымша мағына береді, мән береді. Шылаулар түрленбейді, көптелмейді, септелмейді, тәуелденбейді, жіктелмейді. Шылаулар үшке бөлінеді. Септеулік шылау, жалғаулық шылау, демеулік шылау. Қараңыздар, мына осылай бөлінген. Септеулік шылаулар атау септігінен кейін бойына, бойынша, барынша, арқылы, туралы үшін. Жыл бойына, айтуы бойынша, көпір арқылы. Алдындағы сөз атау септігінде тұр. Алдындағы сөз атау септігінде. Сондықтан ол атау септігінен кейін тұратын шылау. Барыс септігінен кейін келетін шылау дейін шейін. Мектепке дейін, қалаға шейін. Алдындағы сөз барыс септігінде тұр. Көрдіңіз бе? Шығыс септігінен кейін келетін шылау соң, кейін, бері, басқа әрі. Сабақтан соң шығыс септігінде, сенен кейін шығыс септігінде, былтырдан бері, бұрын, әрі, осының барлығы шығыс септігінен кейін келіп тұр. Көмекте септігінен кейін келетін шылаулар қатар бірге, әкеммен бірге киноға бардым. Кіммен? Мынау көмекте септігінің жалғау. Демек, қайталап айтам, бірінші түрі септеулік шылау, олар белгілі бір септіктерден кейін келеді екен. Сұрап тұр, сайын, қарай, соң шылаулары қандай шылау тобына жатады дейді. Сайын, қарай, соң. Мына үшеуінің қайсысы? Көрген сайын, барған сайын, соң, айтқан соң. Көрдіңіз бе? Бұл септеулік шылау. Атау септігінен кейін келіп тұрған септеулік шылау. Мына жерде тұр. Көмекте септігіне қатысты септеулік тауып беріңізші дейді. Алдындағы сөз көмекте септігінде тұру керек. Қайсы? Мынау ғой. Кіммен бірге? Әкеммен бірге, анаммен бірге, досыммен бірге. Сондағы әкеммен, анаммен, досыммен деген сөздер қай септікте келіп тұр? Әрине, көмектес септігінде келіп тұр. Бұл септеулік шылауларға берілген тапсырма. Екіншісі жалғаулық шылаулар. Олар сөз бен сөзді, сөйлем бен сөйлемді тең дәрежеде байланыстырады. Олардың да түрлері бар. Ыңғайластық жалғаулық. Мен, бен, пен, менен, бенен, да, деді. Жаңбыр жауды да, жер көгерді. Қараңызшы, екі сөйлемнің ешқандай бір-біріне қарама-қарсы, ешқандай бір-бірінен алшақтығы жоқ. Жаңбыр жауды, сосын барып жер көгерді. Да деген ыңғайлас жалғаулық. Немесе Асан мен Үсен дос еді. Мен деген шылау екеуін теңдей байланыстырып тұр. Қарсылықты жалғаулықтардың жағдайы басқаша. Ол өзі арасында тұрады да, екі жағындағы сөйлемдер бір-біріне қарама-қарсы мағынада тұрады. Антонимдер сияқты. Қараңызшы, бірақ алайда дегенмен әйтпесе, әйткенмен сонда да. Киноға барар едім, бірақ дала суық. Көрдіңіз бе? Екі сөйлемнің, құрамындағы екі сөйлемнің мағынасы бір-біріне қарама-қарсы. Сабақтан кешікпес едім, дегенмен, сабаққа, мектепке жүгіріп келдім, дегенмен кешігіп қалдым. Жүгіріп келуін келдім, дегенмен, бірақ да, алайда кешігіп қалдым. Көрдіңіз бе? Жалғаулықтар заттың, әрекеттің біреу ғана орындалатынын айтады. Әлде, біресе, бірде, немесе, яки. Немен барамын, не сен бар. Екі адам бірдей бармайды. Бұлай етсекші, мынандай сөйлем берсек. Айтасың ба, әлде айтпайсың ба? Шыныңды айтасың ба, әлде айтпайсың ба? Білесіз бе? Сонда қараңыз, шынын не айтады, ол не айтпайды. Осылай айтсақ та, талғап тұрады. Әрекеттің біреу ғана орындалады. Себеп санарлық жалғаулықтар себебі, өйткені, сондықтан сол себепті ол жақсы оқиды, себебі жақсы маман болғысы келеді. Себебін білдіреді. Сөйлемдердің арасына байланысы жалғанады, өйткені ол сол орындалатын әрекеттердің себебін білдіреді. Қараңыз, мен анамды өте жақсы көремін, өйткені ол менің көз қуанышым, менің өмірге әкелген адам. Өйткені мұнда да себебін білдіріп тұр.
Шарттық жалғаулықтар егер де онда. Маған келмесең, онда мен саған барамын. Шартын білдіріп тұр. Егер сен маған келсең, мен сені күтіп отырамын. Егер келмесең, онда мен саған барамын. Көрдіңіз бе? Күтіп отыруы да, оған баруы да белгілі бір нәрсеге байланысты. Неге байланысты? Ол адамның келу-келмеуіне байланысты. Сол шартын білдіріп тұр. Мына шылау осы әрекеттің шартын білдіріп тұр. Себеп салдарлы қатынасты білдіретін жалғаулық шылау табыңыз дейді. Себебін білдіретін. Бірақ алайда дегенмен қарсылықты білдіреді. Мен және әрі ыңғайластық жалғаулық. Егер де шартты, міне өйткені сондықтан себеп мәнді жалғаулықтар. Үшінші түрі демеулік шылаулар. Бұлар тіркескен сөздеріне қосымша мағына реңк береді, немесе сөйлемге эмоционалды өң беретін шылаулар. Олар да бірнешеге бөлінеді. Сұраулық, маме, бабе, папе, ол сұраулық шылау. Бара ма, сен ше, сұрап тұр ғой. Сұрап тұрғандықтан сұраулық демеулік. Күшейткіш демеуліктер ақ, ау, ай, күннің ыстығын ай, сен де айтады екенсің дегенде бұлар күшейтіп тұр. Нақтылық демеуліктер қой, мынау дәптер ғой, мынау менің әкем ғой келе жатқан, немесе әкемнің машинасы ғой. Түсініңіз бе? Нақтылап тұр, біліп тұр, оған көзі жетіп тұр, сондықтан олар осылай айтылады. Шектеулік демеуліктер бір нәрсенің оқиғаның шегін білдіреді. Сен ғана келмедің. Балалардың бәрі келді, сен ғана келмедің. Қана, тек. Сен ақ қорқа береді екенсің. Мына ақ деген шылау бұл жерде мынандай күшейткіш болып тұрған жоқ, шектеп тұр. Тек сен ғана осы айтқанды түсінбей қор қылдың мені десек, мұнда да жаңағы бірақ адамның осы досының ғана түсінбей тұрғанын айтып тұр. Шектеп тұр. Болжалдық демеуліктер ау, мыс. Ол енді келмейді ау шамасы. Көзі жетпей тұр, күмәнданып тұр келетініне. Қарағым ау, неге кешіктің? Бұл да болжалдық. Болымсыздық демеуліктер тұрсын, тұрмақ, тұрғай, сен тұрмақ, мен білмей қалдым. Түгіл деген бар. Сен түгіл, мен де айтқан жоқпын мұны. Сен түгіл, мен де келген жоқпын сен білікке. Қорықпай-ақ қойшы деп айтамыз. Ол болмағанын білдіреді. Іс әрекеттің болмағанын білдіреді. Қараңыз, тиісті шылауды қояйық. Сол күннен, қандай шылау қоямыз? Сол күннен император шай ішуді бұйырды. Сол күннен бастап император шай ішуді бұйырды. Бүгін сенен ешкім келген жоқ. Сенен басқа. Сыныпта 10-ақ немесе 10 шақты оқушы отыр. Сабақтан соң қосымша дайындыққа барамын. Соң, бұл жалғаулық шылау, септеулік шылау. Мәселені келіссөз арқылы шешудің жолын ұсынамын. Арқылы атау септігін талап ететін. Мемлекеттің тілдің болашағы өз ойымды айттым. Болашағы туралы септеулік шылау атау септігін керек етіп тұр. Шайды сен келгенге шейін демдеп қойдым. Септеулік шылау. Шай ішкен соң ыдысты таза сумен жудым. Бұл да септеулік. Ішкен соң жалғаулық шылау. Шылау сөздерді, шылаудың түрлерін табыңыз дейді. Мына және үшін ғана. Қай шылау? Бірінші тұрған және ол жалғаулық шылау. Үшін септеулік шылау. Ғана демеулік шылау. Мынау д жауабы дұрыс болады. Д шылауы қай сөзде нақтылау мәнді беріп тұр? Қарағанды. Нақтылау мәнді беріп тұр ма? Жоқ. Бұл Қарағанды деген қаланың аты. Ол көргенін айтқанды. Міне осы жерде дефис арқылы жазылады. Осы нақтылау демеулігін айтқан деп нақтылап көзі жетіп айтып отыр. Бала қазды қуды. Мұндағы д бірге жазылады. Табыс септігінің жалғауы. Зат есім болады бұл. Әуелі қатты ұялып қысылды. Бұл етістіктің жалғауы. Үшінші жақтағы барды бағалай біл. Бұл барды кімді нені? Табыс септігінің жалғауы. Мұндағы д шылауы ол көргенін айтқанды деген сөйле ғана нақтылау демеулігі болады. Не балалар, бүгін сіздерменен тағы да бір күрделі сабақты өттік. Шылаулар оның түрлері, үстеу оның түрлері және шылаулар оның түрлері. Мына үстеу деген бірінші бетті суретке түсіріп алыңыздар. Оны алдыңыздар, мана мен уақыт бергем. Онан кейін мына жерде шылау деген сөзді осы бір бетін, сосын мына екінші бетін түсіріп алыңыздар. Қазір күте тұрамын, мына бетті.
Екінші мына бетті септеулік шылау. Бұдан кейін жалғаулық шылауларды түсіріп алыңыз. Демеулік шылауды түсіріп алыңыз. Осы үшеуін түсіріп алыңыздар. Жарайды балалар, үйде жақсылап дайындалыңыздар, қайталаңыздар. Дәптерлеріңізге жазып, кішкентай өздеріңіздің қазақ тілі оқулықтарыңызды толықтырып қойыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар.